Салам. Сен не оқып жатырсың? Мен бейімбет мұғалімнің шыққан белгісі кітапты оқып жатырмын. Өте қызықты кітап екен. Ал мен болсам, Ғабит Мүсіреповтің «Ұлпан» атты романын оқып жатырмын. Ғабит Мүсірепов, білесің бе, заманымыздың аса көрнекті жазушысы. Бұл романында ескі салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарға қарсы шығып, ел басқару дәрежесіне дейін көтерілген қазақ әйелінің тағдыры туралы айтылады. Бұл кітапты баршаңызға оқуға ұсынамын. Біз Е22-1, ШТ22-1-ден челленджімізді қабылдаймыз. Талап қыл терең білуге, артық білім кітапта, ерінбей оқып көруге. Кітап ең сабырлы ұстаз, кітап ең жақын досын, баса алмайсың ешқашан, онсыз алға бір қадам. Ұқыпты әрбір ісіне, қамқор баланың кішіге, білім құмар баланың кітап кірер түсіне. Қара сәніз мән беріп, жүргендер көп шаңға еріп. Кел жаққалар түсінен оянады мән көріп. Адамның досы кітап өмір кілті, тең келмес оған жаған дүние мүлкі. Ақылшы, жанға серік жол бастаушы, асыл ой қазынасы өмір кілті. Тұрады басын құрып әріпнеден, басталған білім басы әліппеден. Қарасақ шағақар түпсіз мұхит, оқысақ кітап сырын ашып неден. Адам, жақсы нәрсе жоқ одан, қызыға кеп оқимын, кітап көрсем жаңадан. Кітап маған ұнайды, кітап білім бұлағы, кетпейді ешбір жадынан, тастамайым сені жанымнан.